Бәріңізге сәлем достар, сіздермен бірге әдеттегідей жебе арнасы. Бүгін біз Берсерк анимесінің соңғы бөлімін айтып беретін боламыз. Видео басталмастан бұрын арнаға тіркеліп лайк басып және қоңыраушаны басып қояйық. Тағдыр Роксиға сенің аңшылыққа шығатыныңды білемін, сенде бәрі дұрыс болады ма деп сұрайды. Рокси болса, мен жалғыз болмаймын, мені қорғайтын күзетшілер бар, және де сен уайымдама, мен қасиетті рыцармын деп жауап береді. Ол өзінің күшін көрсету үшін айналған кезде себет толы жүзімін құлатып алады. Келесі күні бақташылар жүзімді көруге келгенде бақты құбыжықтардың басып алып, бәрін таптап жатқанын көреді. Рокси қасына бірнеше жауынгерді жинап, құбыжықтарды бақылайды. Фэй Роксидан құбыжықтардың қаншалықты мықты екенін сұрап жатқанда, бір жауынгер бұта артынан шығып келе жатқан бір құбыжықты байқайды. Олардың ішінде ең үлкен, олардың басшылары жүреді. Оны көрген Фэй қатты таңғалды, себебі осы кезге дейін бұндай алыпты көрмеген еді. Қылыш тағдырға алыпты көріп сілекейінің аққанын, оның дәмін көргісі келетінін айтады. Тағдыр оның көп уақыт аш жүргенін қаламайтын болғандықтан құбыжықтың статистикасын көреді. Расында бұл алып, басқа құбыжықтардан әлдеқайда мықты және олардың басшысы болып шығады. Тағдыр бұның қандай құбыжық екенін білмей қылыштан сұрайды. Қылыштың айтуынша бұл бірнеше жылдар бойы жинаған агрессиядан пайда болған құбыжық екендігін және ол мықты болғандықтан тез арада оның көзін құрта алмайтындықтарын айтады. Бәрі жоспар құру үшін қайта ауылға оралады. Құбыжықтардан қорыққан ауыл тұрғындар мен жауынгерлерге Рокси өзінің оларды қорғайтынын, өзі қасиетті рыцар болғандықтан бар күшін оларды қорғауға салатынын айтады. Дәл осы уақытта қылыш тағдырға Роксидің онымен шайқаса алмайтындығын, оның әлі әлсіз, жас екендігін айтады. Рокси жауынгерлерге шайқасқа дайын болуларын ескерткенде, жауынгерлер оларға дайындалуға бір күн керектігін айтады. Рокси оларға өз міндеттеріңді жақсы атқарыңдар дейді. Қылыш тағдырға оның әлі 50-ші дәрежелі құбыжықпен шайқасуға әлі келмейтіндігін айтады. Бірақ бұндай жағдайда жай қарап та отыра алмайды, себебі Роксиға зиян келеді. Тағдыр құбыжықтармен жалғыз шайқасуды ұйғарып, түнде олардың апанына келеді. Кіші құбыжықтар үлкен алыптың қасына шықпай, оны торауылдап қорғап жүр. Қылыш тағдырдан оның алдағы жоспарын сұрайды. Ал тағдыр оған өзінің аш секілді шайқасатынын, ештеңеге қарамайтындығын айтады. Солай ол бірнеше кіші құбыжықтарды жеңеді. Ал оның шеберлігі оның қабілеттерін өзіне жұтып алады. Тағдыр алып құбыжыққа өз садағымен атқанда, оны кіші құбыжықтар қорғап құтқарып қалады. Солай ол бірінші кішілерді құртып алуды шешеді. Қылыш оның алыпты жеңетініне күмәні бар еді. Тағдыр өз садағымен алыпты атқанда, алып түк қиналмастан оның атқан жебелерін қолмен ұстап алады. Бұны көрген қылышта тағдырда қатты таңғалып қалады. Қылыш тағдырға жақын араға шықтықта садақпен емес, қылыш формасында шайқасу керектігін айтады. Алайда жақындағанда абай болу керек, себебі алып өзінің техникасын қолдануы мүмкін деп ескертеді. Тағдыр өз бетімен әрекет етемін деп жараланып қалады. Алайда өзін тез емдеп, ары қарай шайқасты бастайды. Бірақ келесі соққыға төтеп бере алмаған тағдыр ұшып түседі. Алып оны өлдіге санаған кезде тағдыр өтірік өліп жатқандай болып, оның бір қолын кесіп түседі. Бұл тағдырдың оны алдап соғу үшін құрған жоспары еді. Шайқас кезінде қылыш оған алыпты жеңу үшін оның бірінші дәрежелі мықты техниканы қолдана алатынын, алайда ол техниканы қолдану үшін алыптың 10% күші керектігін айтады. Қылыш та бұған келісіп, тағдыр оның 10% күшін алып, жаңа техникамен оған шабуыл жасайды. Тағдырдың қолында үлкен алып, ерекше садақ пайда болады және олмен атады. Осы кезде алып та қарап тұрмай, өзінің техникасын қолданып, олар бір-біріне қарама-қарсы атады. Алайда садақтың күші басым түсіп, тағдыр жеңіске жетеді. Қылыш тағдырға өткендегі гоблин патшасын жеңгендегі регенерация оны емдеп жазғанын айтады. Алайда тағдыр өзін мүлде басқаша сезініп, қатты аштық сезімі орын алады. Қылыш оған өзінің күші қатты артып кеткенін және өзін ұстау керектігін айтады. Егер олай жасамаса, тағдыр бәріне зиян келтіретін мықты құбыжыққа айналып кететінін айтады. Тағдыр барынша өзін өзі ұстап, қатты ауырсыну сезімі жанына батып, жерде отырып айғайлайды. Келесі күні шайқас болған жерді Рокси көріп, бұлай кім істеу мүмкін деп ойлайды. Үйіне қайтып келіп, дастархан басында өз әңгімесін айта бастайды. Рокси бәрін анасы Айшаға түсіндіріп отырады. Ал тағдыр болса, іштей одан кешірім сұрап отыр. Анасы Роксидан бұлай кім істеу мүмкін екендігін сұрайды. Рокси ойлана отырып, өткендегі көрген галилеондық қыздың істеу мүмкін деген ойға келеді. Тағдыр өзінен күдіктенбегеніне қуанып отыр. Рокси құбыжықтардың бәрі құртылып, енді олар жүзім бағына қайта оралатынына қуанады. Айша Роксидің бұндай көңіл күйін көріп, онымен бірге қуанып отыр. Ал тағдыр оның өзінен күдіктенбейтініне қуанады. Кешкісін Айша өзінің бөлмесіне тағдырды шақырып алады. Айша оның Роксидің үнемі қасында болып, оны қолдағанын қалайды. Алайда тағдыр бұндай қызметке мен лайық емеспін деп айтады. Айша оған тек Роксимен бірге болсаң болғаны деп, оны өзінің ойынан қайтарады. Айша өзінің жай қарапайым адам болса да, рыцар күйеуіне қарайлап көмектескендігін айтады. Қызының қасиетті рыцар болған үшін қатты алаңдайтынын айтып отырып жиі жөтеледі. Айша өзінің жақын арада бұл өмірде болмайтындығын айтып, тағдырға жалынып өтінеді. Тағдыр оған демеу болу үшін жақындап, оның өтінішін қабыл алады.
Келесі күні олар арбаға отырып Капитолияға қарай қайтады. Тағдыр келе жатып Айшаның айтқан қызметіне өзінің лайық емес екендігін ойланып келеді. Себебі ол бүкіл әлемнен өзінің шеберлік күшін жасырып бәрін алдап жүр. Түнде қайтадан аңшылыққа шығып гоблиндерді өлтіреді, алайда әлі де аш күйде еді. Сол кезде оған қылыш, енді оған гоблиндердің жарамайтынын, оған жоғарғы дәрежелі құбыжықтардың керек екендігін айтады. Бірақ жақын жерде ондай құбыжықтар мекен етпейді. Келесі күні тағдыр бір көзін жауып алып жүреді. Ол әлі өзін Роксиге лайық емеспін деп санайды. Сыраханада отқанда барменнің досы кіріп келеді. Ол барменге Хада мырзаның аңшылыққа қосылмақшы екенін, және бұның бәрін ол атақ үшін істеп жатқандығын айтады. Себебі ол тек жеңіл аңшылықтарға, өзін қауіпсіздікте ұстай алатын аңшылықтарға ғана шығады екен. Мейсон мырзаның өлгенінен кейін тағы бір экспедицияның жоспарланғанына тағдыр таң қалады. Бармен досына тапсырысының біраздан кейін дайын болатындығын айтады. Рыцарлар үйінде бірнеше рыцар, оның ішінде Роксиді қоса алғанда тағы 3 рыцар бар еді. Экспедиция алдын Рокси өз әкесінің қабір басына барып, осы кезге дейін болған жайттардың бәрін айтып береді. Тағдыр оған кетпеуге кеңес береді, себебі кеткен соң оның қайтып оралмауы мүмкін екендігін айтады. Рокси болса бұл өзінің шешімі екендігін айтады. Осы кезде қылыш тағдырға Ларика отбасысы бұл экспедицияны Роксидан құтылу үшін әдейі құрастырғанын, себебі олар Харт отбасысына қарсы екендігін айтады. Яғни Роксиді рыцарлықтан қуып жіберді. Рыцарлар үштігі Роксидан құтылғандарына мәз еді. Хада экспедицияға Роксидан құтылу үшін, ал екеуі басқа қаланы зерттеу үшін аттанбақшы. Тағдыр Роксидің айтқанымен келіспесе де, оны қасында жүріп қорғай алмаса да, басқа бір амалын тапқан еді. Түнде ол Хада мырзаның жауынгерлерінің алдынан шықты. Хада мырза оны көріп қуанып, оны жеңемін деп ойлады. Тағдыр алдымен олардың қабілеттерін анықтап, одан кейін өз күшін іске қосады. Тағдырдың күшінің арқасында оған Хаданың әскерлері шабуыл жасаса да, олар баяу қозғалып немесе тоқтап тұрғандай көрінеді. Яғни қысқасын айтқанда, ол уақытты басқара алады деп айтсақ болады. Тағдыр бұл туралы қылыштан сұрағанда, ол оған екеулерінің күштерінің айырмашылықтары өте үлкен, сондықтан осылай болып жатыр деп жауап береді. Хаданың 3 жауынгерін құртқан соң, Хада мырза бұрынғыдай өзін сенімді ұстаған жоқ. Хаданы қорғап тұрған жауынгерлердің бәрі тез арада қашып кетеді. Бұл жылдамдықты тіпті Флэштің өзі мақтар еді. Хада қылышын алға қарай сермегенде, тағдыр өз маскасын шешеді. Таңғалған Хада одан: "Сен секілді қарапайым адам қалай бұлай мықты болып кетті?" деп сұрайды. Ал тағдыр оған: "Саған жауап беруге міндетті емеспін" деп жауап береді. Және одан соншалықты мақтан тұтқан қасиетті рыцарлық күшіңді көрсет деп айтады. Тағдыр оның қабілеттерін бір шолып шығу үшін оның характеристикасын ашады. Оның көзіне киелі қылыш техникасы көзіне түседі. Бұндай рыцарда ондай қабілеттің болғанына қатты таңғалады. Және оны өзі рыцар атану үшін алғысы келетіндігін қылышқа айтады. Оны алу үшін оның қылышын сындыруға болатыны туралы қылыштан сұрады. Ал қылышы оған: "Менің қасымда оның қылышының күші түкке тұрғысыз" деп жауап береді. Хада оған өзінің қылышымен соққы жасайды. Алайда тағдыр оның соққысынан айналып өтеді. Хада бұған таңғалып тұрғанда, тағдыр оның дәл артынан келіп, "Сен баяусың" деп оның қылышын сындырады. Өзінің қылышының екіге бөлініп, бір бөлігін тағдырдың қолынан көріп, Хада таңғалады. Тағдыр оның қылышын жерге тастап, "Шайқасты ары қарай жалғастыр" деп айтады. Алайда қатты қорыққан Хада қашуға дайындалып тұрады. Оның денесінен бәрін түсініп қойған тағдыр одан қашпауын, рыцарға тән шайқасуын сұрайды. Хада артқа шегінемін деп тайып жерге құлайды. Хада артқа шегінемін деп жерге тайып құлайды. Тағдыр оның қорқақ сайқымазақ екенін айтып, оны көтеріп алады. Осыдан бірнеше жыл бұрын өзіне айтқан тәкаппар иттерді жөнге салу керек деген сөзін өзіне қайтып айтады. Хада "Мен аяшы" деп жалынады. Алайда тағдыр Хаданы алып ормандағы әр ағашқа оның бетімен соғады. Оны ешкім танымай қалатындай болғанша әр ағашқа соға береді. Оны өлтірейін десе, оның кесірінен Роксиге қауіп төніп тұрғанын есіне түседі. Ал Хада болса одан жалынып өлтірмеуін сұрайды. Тағдыр оған: "Сенен осылай жалынған кезде сен не деп жауап бердің" деп айтады. Солайша оны аспанға лақтырып жібереді. Ол аспанда қалықтап әлі жерге түспей тұрғанда, қылыш садаққа айналып бірнеше жебені Хадаға қарай атады. Хада оған: "Неге мені өлтірмей жатсың? Тезірек өлтіріп, азапқа нүкте қоюын сұрайды. Ал тағдыр болса, "Саған қоятын сұрағым бар" деп айтады. Хада бұл сұрақтың Роксиге байланысты екенін түсініп қояды. Роксидің оның экспедициясына қатыспақшы екенін және бүкіл жан тәнін салмақшы екенін тағдырға айтады. Хада оған: "Рокси менің экспедицияма қатыспақшы және ол бұл үшін жанын береді" деп айтады. "Егер де менің жанымды сақтап, өлімнен құтқарып қалсаң, өз экспедициямды болдырмай, Рокси аман қалады" деген ұсыныс айтады. Егер өзінің өмірін сақтап қалса, экспедицияны болдырмауға уәде береді. Ол тағдырдан кек деп ақымақтық жасамауын сұрайды. Тағдыр одан аузын жабуды сұрап, қылышқа оның дәмін татуға береді.
Қылыш хаданың дәмін татып, өзіне оның қабілетін алады. Солай ол тағдырға оның қасиетті рыцар болғанын, енді хаданың қабілетін қолдана алатындығын айтады. Хаданы өлтіру арқылы ол бірінші дәрежеден екінші дәрежеге өтті. Солай ол енді үлкен орақ секілді қаруды пайдалана алады. Қылыш оған енді оның жаңа қаруы арқылы әлемдегі бүкіл нәрсені кесе алатындығын айтты. Келесі күні Рокси кетуге дайындалып жатқанда, оны қызметшілер қоршап алады. Рокси оларға 3 жылдың демде өтіп кеткенін айтып, оларды тыныштандырады. Өзі жоқ кезінде үйге бас-көз болуларын сұрайды. Тағдыр мен Роксидің көздері бір-бірлеріне түйісіп біраз тұрады. Одан кейін Рокси өздерінің қайта кездесетіндерін айтады. Рокси кеткен соң Хару тағдырға келіп бір хатты береді. Онда Рокси тағдырды қауіпсіз болу үшін басқа бір лордқа қызметші ретінде ұсынған екен. Алайда оны оқыған тағдыр бұл ұсыныстан бас тартады да Харуға өзінің киімдерін жинап беруін, алыс сапарға баратынын айтады. Қылыш сапар туралы сұрағанда, тағдыр Роксиді райынан қайтара алмасам да, тым болмаса оны сырттай қорғай аламын дейді. Хару оның киімдерін жинап беріп, жасаған жұмыстары үшін ақысын төлейді. Тағдыр вагонға мініп, Роксиді қорғау туралы ойланып, оның артынан кетеді. Рокси рыцарлар мен жауынгерлердің алдына шығып, өзінің әкесінің міндеттерін өз мойнына алғанын, енді халықты қорғау үшін бар күшін салып бейбітшілік өмір сүруге шақыратындығын айтады. Рокси подиумнан түскеннен кейін, Мария есімді қыз оның қасына жетіп барып, Рокси қайда жүрсе де, онымен бірге боламын деп айтады. Олардың қасына бір еркек келіп, өзін таныстырып, өз еркімен олардың тобына қосылатындығын айтады. Мария оны жақтырмай, жай әлсіз жауынгердің бірісің дейді. Сол кезде ол еркек не себепті ерікті болып келгендігін айтады. Сөйтсе ол еркек Мейсон мырзаның қол астында болған екен. Енді ол кегін алу үшін құбыжықтармен шайқасқысы келетіндігін айтады. Рокси одан оның отбасының Галияға сапарға деген көзқарасын сұрайды. Еркек қарсы емес екендігін, тіпті қызының ол сапардан бірнеше галлеондық қару әкелгенін қалайтынын айтады. Рокси оларға, егерде менің қасымда сендер болсаңдар, экспедицияның жақсы өтетініне сенімдімін дейді. Лабораториядағы зерттеуші әйел Рейнді қасына шақырып алып, қаладан өлтірілген гоблиндардың денесін көрсетеді. Рейннен осы кезге дейін осындай жебеніңіздің көргенсің бе деп сұрайды. Жебе ізі болғанмен оның кәдімгі жебеге ұқсамайтындығын айтады. Рейн гоблиндерге біраз қарап тұрып, бір кітапты ашып, ішінен сиқырлы садақты көрсетеді. Жебенің дәл осы садақтікі екенін айтады. Лаборатория шапай ол жебенің отты шарлардан қандай айырмашылығы барын сұрағанда, ол өлім күнәһарларының қару екенін, оны емденген адам басқа адамдардың қабілеттерін өзіне сіңіріп алып күш иесі болатындығын айтады. Бұл уақытта тағдыр вагоннан түсіп Тетра қаласына келеді. Қаланың көрінісін көру үшін баспалдаққа шығып терең тыныс алады. Сонда Қылыш одан, бұл қалада болдың ба деп сұрайды. Тағдыр осыдан 5 жыл бұрын осында болғанын, бұл қаламен байланысты естеліктерінің бәрін айтып береді. Әрі қарай тағдыр каретаға қарай бет алып, оның иесінен бүгін Галилеяға жол тартасың ба деп сұрайды. Арба иесі бүгін жолға шыға алмаймын, себебі түнде құбыжықтар шабуыл жасауы мүмкін. Келесі күні кел деп тағдырдан сұрайды. Осы кезде тағдырдың қарны шұрылдайды. Қылыш оған қала ортасына барып, тамақтанып, сонда жолға шықпас бұрын ақпараттар жинап, өзіне керек заттарды жинап алған дұрыс деп айтады. Және қылышы маған қап керек деп айтады. Тағдыр әлі күнге дейін оған қап керектігіне таңғалады. Ол енді киелі қылыш техникасын меңгерген соң, соған сай оған лайықты қап керек. Тағдыр Харудың берген ақшасына біраз ет алып тамақтанып алғысы келеді. Жергілікті сыраханаға келгенде, ол жердің иесінің өзге жауынгерлерден ауылды құбыжықтардан құтқаруы туралы өтінішін естіп қалады. Алайда олар өтінішінен бас тартып, оны келеке қыла бастайды. Олардың ортасына тағдыр түсіп, сырахана иесін олардан қорғайды. Ол бір жауынгермен шайқасып, оны құлатып жібереді. Оны көрген басқалары тағдырға бас салады. Алайда тағдырдың бәріне күші жетіп, оларды құлатып салады. Солай олар қашып кетеді. Сырахана иесі оған рахмет айтқысы келгенде, тағдыр оның сөзін бөліп, оны көрмегеніне ұзақ уақыт болғандығын айтады. Сөйтсе сырахана иесі тағдырды бұл ауылдан қуып шыққан балдардың бірі екен. Тағдырдың әкесі құбыжықпен шайқасатын еді, ал тағдыр болса оған емдік дәрі дайындап беретін еді. Әкесі оның дәріні жақсы жасайтынына таң қалады. Әкесі қайтыс болған соң, ауыл тұрғындары балаға кім қарайды деген сұрақ қоя бастайды. Кейінірек баланы дымға жарамсыз деп, оны ауылдан қуып шығады. Сол қуып шыққандардың бірі сырахана иесі Сет еді. Оның әкесі ауыл басшысы болған соң, оның атағы күшті еді. Сет тағдырдың мықты болып кеткенін байқап, одан жалынып ауылды қорғауын сұрайды. Өзіне жасаған сұмдықтан кейін тағдыр келіскісі келмегенмен, Қылыш оған өзіңнің жаңа қабілеттеріңді сынауға табылған ақыл деп келістіреді. Солай тағдыр ауылды қорғайтын болып шешім қабылдайды. Сет тағдырды ауыл тұрғындарына апарып, оны ауылды қорғайтынын айтқанда, Сеттің әкесі болса, оның түкке тұрмайтынын, келесі күні өздері ақшаға жалдаған жауынгерлердің келетінін, және де тағдырды қуыршақ ретінде пайдаланатынын айтады. Сет әкесіне оның сыраханада жауынгерлерді жеңгенін, шынында оның күшті екенін айтқанда, әкесі оған сенбейді, тағдырды кек етіп, оны шектетеді. Тағдыр жауынгерлер келемін дегенше ауыл күл талқан болуы мүмкін дейді. Сет әкесінің сөзіне мән бермеуін сұрап, өзі үйіне қонаққа шақырады. Сет тағдырды өзінің үйіне әкеліп, одан тағы да әкесінің сөзі үшін кешірім сұрайды. Және оған ауылдың кедей екенін, бүкіл билік тек ауылдың үлкендерінде екенін айтады.
Әкемнің айтқаны дұрыс деп ойлап жүргенде қызым дүниеге келді. Солай мен әкемдікі қате екенін, оны өзгерте алмайтынымды түсіндім, деп айтады. Тағдыр Сеттен оның әйел туралы сұрайды. Сөйтсе құбыжықтар Сеттің әйелін өлтірген болып шықты. Сондықтан Сет қызын қатты жақсы көріп, қорғағысы келетіндігін айтады. Бұны көріп Тағдыр өзінің әкесін есіне түсіреді. Сеттен құбыжықтар туралы сұрай бастайды. Оның айтуынша құбыжықтар 1 ай бұрын пайда болған. Олардың ерекшелігі ұша алатындығында, сол себепті жауынгерлерді жалдағанын айтады. Осы кезде Тағдырдың асқазаны шұрылдай бастайды. Бұны естіген Сет оған тамақ әкелу үшін ас бөлмеге кетіп қалады. Қылыш осы кезде олар ұша алатын болса, жауынгерлердің бұған әлі келмейтіндігін айтады. Тағдыр ұшатын құбыжықтар туралы Қылыштан сұрайды. Оның айтуынша ол құбыжықтар Горгулья екен. Осылай отырғанда Сеттің қызы келіп, оның кіммен сөйлесіп отырғанын сұрайды. Сонда Тағдыр өз-өзімен деп жауап береді. Одан кейін кішкентай қыз оған конфет ұсынады. Тағдыр оны алған соң ойнайық деп оны шақырады. Солай екеуі қол күрестіріп бастайды. Тағдыр одан өтірік ұтылып қалады, ал қыз қуанады. Осы кезде Сет Тағдырға тамақ әкеледі. Бір ас қасықты аузына салғаны сол еді. Тағдыр әлсіреп, есінен танып қалады. Не болғанын түсінбей қалған Сет қызынан оған не болғанын сұрайды. Сонда кішкентай қыз оған конфет бергендігін айтады. Сет сол кезде әкесінің шынымен де оны қуыршақ ретінде қолдану ойының шын екенін түсінеді. Осы кезде құбыжықтар ауылға шабуыл жасап, бүкіл ауылды өртке орайды. Сет Тағдырды түрткілегенмен ол оянбайды. Не істерін білмей тұрғанда, Қылыш оған оды қайтаратын дәрі жасауын айтады. Сет барынша тезірек дәрі жасауға кіріседі. Дайын болған дәріні Тағдырға ішкізеді. Тағдыр басында құсып, кейінірек есін жиып, өз-өзіне келе алмай отырады. Сырттағы жалынды көріп, бәрін бірден түсініп сыртқа қарай шығып кетеді. Шықса аспанда ұшып жүрген құбыжықтар өздерінің кешкі асы ретінде адамдарды қорек етіп жеп жатыр екен. Айналасына қараса, адамдар саны өте аз қалған екен. Осы кезде Тағдыр бір Горгульямен бетпе-бет келеді. Ол отты шар жасағанмен, Тағдыр оның соққысынан айналып өтеді. Қылыш Тағдырға Горгульяға әлі күші жетпейтіндігін айтады. Тағдыр олардың статистикасынан отты шарға деген қабілеттерінің мықты екенін көреді. Қылышқа отты шардың қиындық тудыратынын айтып, оған жаңа орақты қаруға айналуын сұрайды. Солайша ол өзіне атылған отты шарларды орақ арқылы кері қайтарып, оларды бір-бірден жоя бастайды. Қылыш оларды өлтірген сайын күші артып, отты шар қабілетін өзіне иемденеді. Осы кезде тек бір үлкен Горгульяның қалғанын көріп, оның статистикасын көрген соң ең мықтысы екенін анықтайды. Тірі қалған Горгульяның ең мықтысы екенін және оның отқа төзімділік қабілеті бар екенін анықтайды. Горгулья оған отты шармен шабуыл жасамақшы болғанда, Қылыш бұл туралы Тағдырға ескертіп, осы сәтті пайдаланып қалуды айтады. Тағдыр тұрған орнынан Горгульяға атылып, өз қабілетін іске қосады. Солай ол құбыжықты жеңіп, жаңа күшке, отқа шыдамдылық қабілетіне ие болады. Келесі күні Тағдыр Сетпен бірге ауылға қарап тұрады. Ауылда Тағдыр, Сет, оның қызы және де бірнеше адамдардың қалғанын аңғарады. Сет бұнда енді қалудың керек жоқ екенін, толық өртеніп кеткен жерді ауыл деп атауға болмайтынын айтады. Сонда Тағдыр өз қабілеті арқылы жердің құнарсыз екенін көріп, Сетке бұл жерде егіншілікпен айналыса алмайтындықтарын айтады. Сет одан сыншы ретінде бағалау қабілеті бар жоғын сұрағанда, Тағдыр оған жауынгер болмағанда сыншы ретінде ақ жақсы пайда табар едім, ал қазір жауынгер болудан басқа амалым жоқ деп жауап береді. Сет енді қалаға көшіп, қызы үшін жұмыс тауып, оны өсіретіндігін айтады. Және де дұрыс шешім қабылдау үшін Тағдырдан өзіне шапалақ беруін сұрайды. Алайда Тағдыр оны ұрғысы келмегенімен, Қылышы оны ұрып, оған көмек беруін айтады. Тағдыр өз шапалағын бергенде Сет құлап түседі. Қылышы оған қатты ұрып қойғандығын айтады. Өзінің қателігін түсініп, Сетке тұруға көмектеседі. Сет бетінің ауырғанына қарамастан соққының өзіне көмектескенін айтып, алғыс айтады. Тағдыр оған алдағы өміріне сәттілік тілеп, өзінің ата-анасының қабірінің басына барады. Ол ата-анасына өзінде бәрі жақсы екенін айтады. Келесі күні Рокси шөл далада өз адамдармен горизонтқа қарап тұрғанда, Марио оған жақын арада қалашыққа жетіп, өздерінің қажеттіліктерін сонда толтырып алатындарын айтады. Осы кезде Моган Роксиге Ланчестер мырзадан абай болуын сұрайды. Рокси не үшін деп сұрағанда, ол кейінірек жауап беретіндігін айтты. Тағдырға оралатын болсақ, ол бір арбашықпен жолға шыққан еді. Оның ұйқысы келіп отқанын көрген Арбакеш оған "Мен үшін менде қорғайсың ба, ұйықтап қалмайсың ба?" деп сұрайды. Тағдыр өзінің әдепсіздігі үшін кешірім сұрайды, ал Арбакеш болса "Саған ақша төлеп отырмын" деп оның есіне түсе алады. Бұны естіп отырған Қылыш Арбакеш өзін тым тәкаппар ұстайтындығын айтты. Соған қарамастан Тағдыр Арбакешке өзінің жарық аспандағы жұлдыздай мықты екенін айтып, оның алаңдамауын сұрайды. Осы кезде Арбакеш өзінің жүруін тоқтатады, себебі оның алдында бір топ бандиттер тұр еді. Арбакеш арбаны тастап қашып кетпекші болған Тағдыр тезірек арбадан түсіп бандиттерге қарайды. Қылышы бұны білгеніңде ана адамнан көбірек ақша сұрауың керек еді дейді. Осы кезде Арбакеш Тағдырдың аяғына жабысып, оны құтқаруын сұрай бастайды. Тағдыр одан орнынан тұруын, әйтпесе шайқаса алмайтындығын айтады. Осы кезде бандиттер тұрған жерге алып семсер түсіп, барлық бандиттердің қасына түсіп оларды шашып жібереді. Қылышы тек бір ғана адам бұндай әрекетке бара алатындығын айтты. Осы кезде Тағдыр өзі бірнеше күн бұрын көрген қызды қайта көреді. Қыз оларға қосылғысы келетіндігін айтып арбаға мінеді.
Алайда арбаға мінгенде арбаның бір жағы көкке көтеріліп кетеді. Қыз оның қаруына жеңіл формаға кел деп айғайлайды. Солай бәрі бірге жолға шығады. Қыз тағдырдан өзін таныстыруын сұрайды. Тағдыр өз есімін айтқан соң, қыз оны ашкөздік тағдыры деп атайды. Тағдыр одан ашкөздік туралы қайдан білетіндігін сұрағанда, қыз одан қылыш саған ештеңке айтпады ма деп, өзінің де осында, яғни ашу қаруының иесі екендігін айтады. Осы кезде оның қарны шұрылдайды. Тағдыр оған өзімен бірге жүрген етті береді. Арбакеш қалаға жетіп қалдық деп айғайлайды. Қалаға келгенде дұрыс бүркеленбеген елестердің қызды қуып бара жатқанын көреді. Ал олардың артынан бір мырза пайда болып елестерді жойғанын көреді. Тағдыр мен қасындағы қыз бұны ақымақтық деп санап тұрғанда, Арбакеш бұның лорд Ланчестер екенін айтып, бұның жақында Галилеяға экспедицияға келетін адамдарға деген қойылымы екендігін айтады. Тағдыр тағы дұрыстап анықтап алу үшін одан экспедицияны Рокси ханым басқарып келе жатыр ма деген сұрағына Арбакеш "Иә, бұл оның жеке экспедициясы" деп жауап береді. Арбакеш Тағдырға 3 тиынды өзін құтқарған үшін ұсынғанда, Майя оны Арбакештен алып қойып, оны өзі құтқарғандығын айтады. Кейінірек Арбакеш олармен қоштасып кетіп қалады. Тағдыр қылышынан ары қарай не істеу керек екенін сұрағанда, қылышы оған қонақ үйге бару керек екендігін айтады. Осы сәтте оның құрбысы Майя ұйқыға кетіп жатқан еді. Тағдыр оған олай сүйкеніп ұйықтауға болмайтынын айтқанмен, Майя бәрібір оған сүйеніп ұйықтап қалады. Майяны арқасына көтеріп алып, неге оны бұлай көтеріп жүру керек деп келе жатқанда, қылыш оған солай істеуге қажет екендігін айтады. Солай келе жатқанда қала тұрғындары Тағдырмен амандасып кетеді. Олар кетіп бара жатқанда Тағдыр олардың арқы тұсындағы басқаша бір белгілерді байқап, оларды түсінбейді. Солай ол күзетшілерге келгенде, күзетшілер оның қала азаматы еместігін көріп, бұнда кіре алмайтындығын, оған қонақ үйге бару керектігін айтады. Сонда Тағдыр жаңағы белгілер осы елдің азаматтығын көрсететін таңба екендігін түсінеді. Кетіп бара жатып, тағы бір адам онымен амандасқан, оның белгісінің басқа екендігін көреді. Қылышы Тағдырдың неге белгілердің әртүрлі деген сұрағына, әр белгі әлеуметтік жағдайды көрсететіндігін айтады. Осы уақытта Рудольф өзінің актерларына олардың елесті дұрыс ойнай алмайтындықтарын айтып, оларды жазалап өлтіреді. Қонақ үйден бір бөлмені алған соң, Тағдыр Майяны керуетке жатқызып, өзі қылышпен сөйлесе бастайды. Не себепті Майя туралы енді біліп тұрғанын сұрағанда, қылыш бұрындары онымен өзінің арақатынасы жаман болғандығын айтады. Тағдыр одан басқа қарулар туралы сұрай бастады. Ашкөздік қылышы оған қарулардың Құдайға қарсы шығатынын, олардың ішіндегі ең мықтысы ашкөздік екенін, себебі ол бүкіл заңдылықтарды бұзып, өзгенің қабілетін иемдене алатындығын айтады. Тағдыр одан менің үнемі аш болуым осы қаруды иемденіп қарғыс атқандықтан ба деп, өзінің өмірінің бақытсыз болғанын айтып күйіне бастайды. Қылышы оған әр қаруды иемденген адамның өзіне сай жазасы болатынын, оның өз-өзін қолға алуын, әйтпесе, әр қарай күреспесе өлетінін айтады. Қылышы оған бойындағы күшті сыртқа шығармай, тепе-теңдікті ұстап өмір сүру керек деп өз кеңесін айтады. Тағдыр өзінің бетпердесін киіп аңшылыққа шығады. Ол құмды құбыжықпен кездесіп, онымен шайқаспақшы болады. Қылышы оған бірден бар күшіңді көрсетпей, асықпай біртіндеп күш салуын айтады. Ең біріншісінде ол ашкөздікті садаққа айналдырып, ал ашкөздік айтқандай жаңа қабілетін қосып, өзінің қабілетін жаңа жағынан көреді. Тағдыры басқа да құмды құбыжықтарды көріп, тезірек оларды өлтіргісі келеді. Бірақ ашкөздік оған сабыр сақтауды айтады. Осы кезде қонақ үйдегі Майя ұйқысынан оянады. Ол өзінің аш екенін сезіп, жеуге бірдеңке алып қабырғадағы плакатқа көз түседі. Бейтаныс адам оның құбыжық екенін және Рудольфтың өзі оны жеңе алмағандығын, құмды құбыжықты кім жеңсе соны Рудольф өлтірем деп айтқан екен. Тағдыр кезекпен кезек құмды құбыжықтарды жеңіп, оларды өлтіріп бастайды. Қылышы оған осылай жалғастыра бер десе де, Тағдыр өзіне бұл сезімнің ұнамайтындығын айтады. Қылышы оған онда бар күшіңді салатын кез келді, аштығыңды тойдыр дейді. Сол кезде Тағдыр құмды құбыжықпен жауынгерлер тобының күресіп жатқанын иісі арқылы тауып алады. Алайда жауынгерлердің қолынан оны өлтіру келмей жатыр еді. Тағдыр құбыжықты өзінің сиқырлы жебесі арқылы оның назарын өзіне аудартады. Ол жауынгерлерге оны өзі өлтіретіндігін айтқанымен, жауынгерлер оның қолынан келмейтіндігін айтады. Алайда Тағдыр оларға өзін дәлелдейтінін, өзінің аштығын осы арқылы басатындығын айтады. Құмды құбыжық голем оған құмды шарлар арқылы шабуылдап бастайды. Тағдыр өзінің садағы арқылы ол шарлардан құтылады. Оған өзі соққы бермекші болғанда, голем одан құтылып, оған желдің күші арқылы шабуылдап, оны тастармен ұрмақшы болады. Тағдыр қылышты ораққа айналдырып, құбыжықтың дәл ортасынан соққы береді. Солай оның жүрегі жарылып шығады. Тағдыр қылышты садаққа айналдырып, оны големнің жүрегін өзі қалағанша күшпен жарып, оның құмды қабілетін иемденуді қалайтындығын айтады. Солай ашкөздік жойқын күшпен оның жүрегін жарып, Тағдыр күшін арттырады. Жауынгерлердің бірі оның біртүрлі екендігін айтып, бір күліп алады. Басқа біреуі оған рахмет айтып, өзінің Бальдо екенін айтып таныстырады. Тағдырдан атын сұраған кезде ол өзін ажал деп таныстырады. Жауынгерлер одан тағы қандай қаруың бар деп сұрағанда, Тағдыр менде тек қылыш қана бар деп жауап береді. Ал ашкөздік оған тек қылыштың өзінің жететіндігін айтады. Тағдыр іштей оның басқа жауынгерлердің қабілетін көшіре алатыны үшін оған саспауға болатындығын ойлайды.
Тағдыр қонақ үйге қайтып келгенде Маяның киім ауыстырып жатқанын көріп, оның қайда бара жатқандығын сұрайды. Ол өзінің құмды құбыжықпен шайқасқысы келетінін айтады. Тағдыр оған оны жеңіп өлтіргенін айтқанда, Мая сияқын ала алмайтынын біліп ызаланады. Сонда Тағдыр ақшаның жартысын оған беретіндігін айтып, оны тыныштандырады. Мая одан бетпердені неге тағасын деп сұраған кезде, бұл менің екінші ажал кейпім деп жауап береді. Осы кезде есіне Рудольф кіріп, Тағдырдың өзінің қол астына кіріп, қандай жағдай болмасын бұл ұсыныстан бас тарта алмайтынын, себебі өзінің қасиетті рыцары екендігін айтады. Бұған Мая шыдай алмай, Тағдыр менің әріптесім, ол сенің қол астыңа кірмейді деп айтады. Рудольф Маяны ересек көрмей, оны кішкентай қызға теңейді. Мая оны өзінің балтасымен ұшырып жібереді. Сосын Тағдырға тезірек қаладан кету керек деп айтады. Тағдыр арба кештен өздерін басқа қалаға жеткізіп салуын сұрайды. Ары қарай не болғанын білгің келсе, келесі видеоны көр.